Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен осындай сахарный рогаликінің рецептісін ұсынатын боламын. Бұл қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Оны жасау үшін алдымен жылы сүттің үстіне дрожжи салып, араластырып, жылы жерге біраз уақытқа қойып қоямыз көтерілу үшін. Келесі кезекте ұнның үстіне бөлме температурасына жұмсақ сары майды салып, қолымызбен 1 келі ұн болғанша крошка жасап, езіп шығамыз. Маймен ұнды араластырып. Енді оның үстіне жаңағы сүтті массамызды саламыз. Үстіне 2 жұмыртқаны салып, ванилин қосамыз. Сол кезде дәмдірек болып шығады. Дәм беріп тұрады ванилин. Енді кішкене шым тұз және осылардың барлығын араластырып, өте жұмсақ етіп, жақсылап, асықпай әдемілеп, қамыр илеп аламыз. Осы иленген қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Жақсы көтеріледі жылы жерге қойсақ. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны алып 3 бөлікке бөлеміз, яғни оны жаюға дайындай бастаймыз. Бірдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Біздің рогаликелеріміз бірдей шығу үшін бірдей қылып 3 бөлікке бөлуіміз керек. Менде мына жерде басқа қамыр үлкен болып кеткендіктен, кішкентай болып тұрғанына қамырды бөлдім. Осылай ұқыптылап әдемілеп істейміз. Енді столдың үстіне құмшекер сеуіп, соның үстіне қамырды жая бастаймыз. Біздің қамырымыз оқтауға жабыспайды, өйткені майлырақ болып шыққан қамырымыз. Дәл осылай құмшекердің үстінде қамырымызды жақсылап жұмыртқа етіп жаямыз. Енді осылай бөліктерге бөлеміз. Сіз егер кішкентай болып шыққан қаласаңыз, тағы да 16 бөлікке бөліп шықсаңыз болады. Мен осылай 8 бөлікке бөліп істедім. Осылай әдемілеп, астынан жоғарыға қарай бүктеп шығамыз рогаликелерді. Дәл осы видеода көрсетілгенде рогаликтерді бүктеп шығамыз. Осы біздің бүктелген рогаликелерімізді табаға салатын кезде осылай кішкене майыстырып салсаңыздар, әдем болып шығады. Пісіріп аламыз осыны. Міне біздің піскен рогаликіміз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болады және сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Маған қолдауларыңыз ретінде каналымдағы басқа рецепттерге де лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.